Сәлем қыздар, бұл жолы мен сіздерге ерекше көріністегі шоколадты блинчиктерді дайындап көрсететін боламын. Видеоны жалғастыру үшін каналыма подписаться етіп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 300 мл жылы сүтімізді, 3 ас қасық шекерімізді және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Сұйық массамыз дайын болған соң, оның үстіне 150 грамм ұнымызды, 25 грамм какаомызды және де 1 шай қасық разрыхителімізді жақсылап араластырып аламыз да, кейіннен електен өткізіп, 2 массаны біріктіріп миксерлеп аламыз. Қыздар, міне біздің массамыз дайын болды. Блинчиктен қоюлау, оладьиден сұйықтау масса шығу керек. Енді блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Ол үшін осындай табамызды аздап майлап алып, жарты ожаудан құйып, төменгі алауда осылай бір жағын ғана пісіріп аламыз. Бетіндегі көпіршіктері толық жарылған кезде пісіп шығады. Қыздар, міне біздің блинчиктеріміз осылай болып пісіп шығады. Енді ортасындағы начинкасын дайындаймыз, яғни кремін, сосын блинчиктерімізді әдемілеп түйіп шығамыз. Бізге кремін дайындау үшін осылай құрғақ таза ыдысымыздың ішіне творожный сырымызды саламыз, оның үстіне сахарный пудрамызды саламыз және жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Бір келкі масса болғанша миксерлегеннен соң, оның үстіне сливкинді құйып, тағы да кремді жасауды жалғастырамыз. Дайын болған кремімізді осындай насадкалы мешокқа салып, блинчиктеріміздің ішіне жағып, әдемілеп түйіп шығамыз. Қыздар, өз қалауларыңыз бойынша осылай түрлі ягодкілермен сәндесеңіздер болады өздеріңіз. Қыздар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода бұдан да тамаша десерттер болады. Кейінгі видеода кездескенше менің супер көрермендерім, менен тамаша десерттер рецептін күтіңіздер.